Бес түрлі дәндіктер тұр. Міне күріш, мына қабақтың дәндігі, мына жарма, фасол, күріш, анандай құрып тұр. Енді сіз осы шардың ішінде қайсы біріне сәйкес келеді? Сіз табуыңыз керек. Ұстап көріп. Қайсы біріне? Бұл дегеніміз мақсаты оқушының көріп, ұстап, сипап сезу жаңа қимылдарını анықтау. Сонымен қатар біз жаңағы ағайын шықты. Бұл адамның ішкі жан дүниесін түсініп, адамға жақсы жол көрсететін нағыз психолог екендігін көрсетті. Рахмет сізге. Мен мынандай жаттығуларымда да орындаймын. Бұл не? Пойыз. Пойыздың неше аяғы бар? Төртеуде оның санау қабілетін анықтау, сонымен қимыл қозғалысын ретке келтіру үшін пойыз болып жүреміз, пойыздың дауысын келтіреміз деп, осы оқушымен осындай жаттығуларды орындаймын. Рахмет сіздерге.